Қайырлы күн оқырмандар. Бүгінгі оқитын әңгімемнің тақырыбы көбелек келін. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өте әсерлі әңгіме. Торғын қылымсыған қылықты қыз. Сонау қыз күнінен талай жігітті жылатып, талай жігіттің арманы болған. Әркез жұрттың назарында жүретін қыз. Байдың ерекше шолжаң қызы болды. Дегеннен айтқаны бола қояды. Мектеп оқушысы болса да түнгі клубтарды жағалап таң атқанша шықпайтын. Әкесі мен анасы қашан көрсең іс сапарда жүретін. Әбден жалғыздыққа үйренген қыз, содан болар мінезі қатал. Анау-мынау нәрсеге жаны жібей қоймайды. Үйтіп мектепті де бітірді. Жігіт атаулыға бір бұйрық беріп тұрады. Қыдырудан алдына жан салмайды. Әкесі мен анасының махаббатына бөленбей өскен. Екеуінің жұмысқа берілгендері сонша кімді асыраймыз деп шапқылап жүргенін түсінбейсің. Қаршадай қыздың қолына біреудің бір айлық жалақысын ұстата салады. Содан ба мінезі жан адамға жақпас болса да, жаннан құрбы құрдас үзілмеген. Бетіне күлгенге ақшасын шашып жүргені, маңдай термен таппаған соң солай болған болар. Қадірін түсінбейді ғой. Торғын ойнап жүріп от басты. Бұл кезде университетте оқитын, алғашқы курсты тәмамдағалы жатқан. Түнгі клубта таныс болған жігіт Асылханмен ойнап күліп жүріп, қалай оның төсегінен табылғанын ұқпай қалды. Қыздың жүріс-тұрысынан бұл қыздың пәк емес екенін сенімді болған Асылхан алғашқы күні таң тамаша болды. Масайып қалған қызды құшақтай келіп қонақ үйге келгенде, оның қарсыласпағанына қарап бұл қыздың деңгейін топшылаған. Алайда қате ойлапты. Ары тапталмаған пәк қыздың етегін алғаш өзі болып түргеніне ызаланып та қалған. Сәлде болсын. Бұл ойынан таңертеңгісін ұйқыдан оянған Торғынды көріп айнып қалды. Таңда қылау берді. Асылханның қойнында махаббатқа мас болып оянған Торғын түндегі болған жайда титтей болсын ашуланбады. Мұны аңғарған Асылхан өзі қиналмаған қызға мен неге қиналам? Біраз айызымды қандырып алайын, содан соң лақтыра саламын ғой деп ойланды іштей. Көздеріне көздері түйіскен қос ғашықтың рөліндегі Асылхан мен Торғын бір-бірлерінің жүздеріне күле қарап, еріндерін өбей бастады. Осылай бір-бірлерін тояттандырып жүргенде жылға жуық өтті. Мұндай ара қатынас Торғынға жағып қалды. Ата-ана махаббатына бөленбеген, олардан алмаған жылуды бәз біреудің қойнынан тапты. Бірде Аслан іздесе, бірде бұл іздейді. Тәтті шәрбаттан дәм татқан қыз оның дәмін ұмыта алмады. Соңғы айларда асқазаны ауырып, сыр беріп жүр. Қатты ауырып бүктеліп қалады. Өз қаласынан өзге қалаға оқуға түскен жалғыз қыздарына әке-шешесі пәтер алып та қойған. Сол пәтерді бұл қызы жын ойнаққа айналдырып жіберді. Қолда бардың қадірі жоқ деген тапырас-ау. Бұның жағдайына жете алмай жүрген қаншама қыздар бар болса, бұл сол бақытты өз аяғымен теуіп жүр. Соңғы 2-3 күнде оқуға бармады. Пәтеріне келіп кетіп жүрген Асылхан бүк түсіп жатқан Торғынға жүктілік анықтайтын тест әкеліп берді. Тексеріп еді, анық болып 2 жолақ қып-қызыл болып шыға келді. Асылханның өңі бозарып, беймаза күйге түсті. Онсыз да соңғы уақыттарда мұның жүрісінен күдіктеніп жүрген жарымен арасы дұрыс болмай жүр. Өзінің бала шағасы бар. Бұл бала Асылханға керек емес болды. Қызды әйтеуір алдап-сулап жүріп түсік жасатуға көндірді. Ойнап жүріп от басты бұл екеу. Жазықсыз жатырына біткен шаранадан құтылуға асықты. Өзінің от басылы еркек екенін жасырған Асылхан соңына дейін сол қалыптан танбады. Екеуміз де өсіп алайық, өз бизнесімізді бастайық, балаға асықпайық. Үйленгесін де
бола жатар деп алдап-сұлдап түсік жасатуға көндірді. Өміріндегі жеңіл жүрісті қателігінен бөлек алғашқы жатырына біткен баланы алдыртып үлкен күнә арқаларын өмір бойы осы баланың зардабын тартатын ойсыз Торғын аңғармаған еді. Қалай түсік жасатты, соған көзін жеткізіп барып бірте-бірте Асылхан Торғынның өмірінен кетуге тырысты. Асылхан да бірден кете қоймады. Көңіліне күдік қалдырмайын дегендей жәймендеп барып Торғынды тастап кетті. Солай күндер өте берді. Торғын Асылханды жақсы көріп те қалған. Ара қатынасының үзілгеніне тек Торғын ғана налған еді. Әккі құл жігіт өзінің үйлі баранды екенін жасырды және оны Торғын да сол күйі білмей кетті. Торғын баланы алдырғанда бұлай қиналмаған болатын. Қайдағы бір мына жігіт тастап кеткенге жылап-сықтап күн өткізіп өмірден түңіліп жүр. Уақыт өз дегенін жасатары қақ. Торғын жасаған қателіктерінен сабақ алмақ түгілі жүрісін үдете берді. Жігіттерге де ермек керек, көңіл көтеріп жүре берді. Бұл уақытта Торғын біраз жігіттің көңілдесіне де айналған. Ләззаттың дәмін татып алған қыз еті үйреніп, өзі төсектес болатын жігітті іздеп те кетеді. Арада 2 жылдай уақыт өтті. Дарын мен де туған күн кешінде танысады. Дарын осы бір періште кейпіндегі қызды қатты ұнатып қалады. Бұл уақытта Торғын да тұрмысқа шығып алуды ниет етіп жүреді. Дарынның өзін қатты жақсы көретін байқап, үлкен күнә жасайды. Үй жағындағы бір дуакеш апамен жақын қарым-қатынас орнатады. Ол апаға осы жігіттен айрылғысы келмейтінін айтып, амалын тауып беруін сұранады. Дуакеш кемпірде өте зиянды жол, әсері жақсы деп қызға бағыт береді. Айлық етеккір белгісін ыдысқа құйып, өзімен бірге бір кола алып барады. Дуакеш кемпір солай деген. Алдына барған соң коланың жартысын алып, құтыдағы жартысына әлгі бәлені араластырып береді. Көңіліңне күдік келтірмей осыны ішкізе алсаң жігіт сенікі деп, қыздың қалтасының қалыңдығын аңғарып, үлкен сума ақша алып мәз болып отырады. Торғын жұмысқа әрекетін іске асырады. Көлік ішінде өзі де ішкен сыңай танытып, Дарынға да ішкізеді. Әйелден қулық артылған ба? Күліп отырып, әйтеуір оны тауысқызды. Дарынның басын қатырып жүріп, өзі өзге жігіттермен көңіл қосуын жалғастыра берді. Бұл лас іс әрекетінен өзі де тіпті жиркенетін емес. Алла тағаланың ісіне қолдан келер шара бар ма? Бірін сүйіп қосылған некелері ерлі зайыптыларды бір сәбиге зар етеді де, ал жеңіл жүрісті қыздардың етегіне бере салады. Міне әркімнің төсегінен табылған, тіпті кімнен екенін өзі де білмейтін Торғын тағы да жүкті екенін біледі. Еш жинайын десе де, әлде жоспары бөлек пе, бұл жолы сәбиден құтылуға асықпады. Бейкүнә періштенің рөліне еніп, өзін Дарынды төсегінен шығару үшін жоспар құра бастады. Торғынның әке-шешесі анда-санда келіп кеткені болмаса, қыздарының жүріс-тұрысынан хабарсыз еді. Қызымыздың болашағы үшін деп шауып жүрміз деп ойлап, қыздарының болашағын өз қолдарымен сетінетіп жатқандармен жұмысы жоқ. Бұл екеуінің дүниенің соңынан қалай жүгіріп кеткенін өздері де аңғармай қалған. Әкелік және аналық махаббатты Торғынға сыйламаған соң, кішкентайынан жалғыз өзі өскендіктен бе, бұл қыздың да жан баласына жаны ашымайды. Торғын арман еткен күн туады. Бүгін Торғынның туған күні. Керемет етіп жастар арасына атап өтсек ниетте. Жиналған жұрттың бәріне Дарынды жігітім деп таныстырады. Кеш бойы оған ішімдік ішкізіп удай мас етеді. Қылымсып жүріп ішкізеді. Дарынның онсыз да Торғынға басы кеткен. Оның айтқан сөзі бұған заң болады. Туған күн аяқталып, бәрі де өз жөндеріне тарқасты.
Қыз жігіт қана қалды. Үстел үстінде отырып жәймендеп, дарынды аймалап бетін сүйіп, шиедей қызыл ернімен ернін сүйіп есінен тандырады. Дарын да еркек емес пе? Әрі бойдақ. Солай ләззатының соңынан қуып қонақ үйден бірақ шығады. Торғынның ары таза емес екенінен бейхабар Дарын сол кезде мас әрі арам ойдың жетегінде кетіп, бәрібір үйленеміз деп бір төсекте тәндерін түйістірді. Торғынға да керегі осы еді ғой. Торғынның ендігі жоспары Дарынмен бас қосу. Таңда оянған қос ғашық өздерінен асқан бақытты адам жоқ деп ойлады. Торғын жылап сықтап не бүлдірдік деп өтірік құрбан адам болып рөл ойнап шығады. Бұдан кейінгі осындай жасалған ұсыныстарға Торғын келіспей ренжіп Дарынның алдында рөл ойнады. Торғын өкпелі кейіп танытып Дарынның қоңырауына жауап бермейді. Бірақ тәуіп апасымен ара қатынасын үзбеді. Аузын әр барған сайын апандай ашатын апаның дегендеріне Торғын көне берді. Байдың қызы екенін байқаған тәуіпте қызды өзіне байлап қойғандай, әр барған сайын неше түрлі айтып, сандалтып қойды. Торғын көнді, себебі сол ғой Дарынның жары болу. Қызға қиянат жасадым деп өзін кінәлі сезінген әрі оны шынымен де жақсы көріп өлердей ғашық болған Дарын қыздың үйінің алдында барып бір күн кетпей отырып алды. Таңға жуық есігін ашқан қыз жылап, ата-анамның бетіне қалай қараймын, үміт артқан бір тал гүлі едім. Сен келіп сол түні қалай болғанын түсінбей қалдым, деп еңкілдеп жылап жіберді. Дарын қызды құшақтап, шашынан сипап, бетінен, маңдайынан сүйіп, жаным-ау сол, ботақаным, кешірші мені. Мен сені сүйемін, сені тастап кетер ойым жоқ. Сені бұлай жылатып қоймаймын, жақын арада үйленемін саған. Аяғым ауыр болып қалсам қайтем, елге қай бетіммен қараймын. Жаным менің уайымдамашы, жақын күндері үйленеміз, уәде беремін. Асыл жарым етемін өзіңді. Аздап шараптың иісі шығып тұр екен. Мұны байқап, мойнына асылып кешіргендей болды. Іштей жігітті тұзаққа түсіргеніне мәз болып, өзін-өзі мақтан тұтып қылымсып тұрды. Бұл бейшара қыздың басынан өткізген тарихының ешбірін білмейтін аңғал жігіт сүйіктісінің артында мыстан жасырынып жатқанын бейхабар еді. Өзінің тұзаққа жемтік екенін ол аңғармай қалды. Кешкі асқа дастапкімен алдырған манты тамағын ысытып беріп, дәмді шайын берді. Қарны тойған жігіт ыстық құшақты аңсап емірене берді. Әр құшақтан бір табылып, еркекке ненің ұнайтынын әбден зерттеп алған әккі қыз бұл жігіттің есін шығарып, тағы да бір жастықта бастары түйісті. Сонымен не керек? Дарынның отбасы ұлдарының үйленетінін естіп дайындыққа кірісті. Арада 2 жеті өтті. Торғын жүктімін деп жылап сықтап Дарынға. Дарынның отбасы Торғынның отбасына қарағанда қарапайым тұратын жандар. Дарыннан үлкен бір ұл, кіші бір қарындасы бар көрінеді. Ағасы үйленген, бала шағасы бар. Қарындасы болса биыл құтты орнына қондырып ұзатқан. Дарын үйленсе қолда қалдырып, ағасын бөлек отау етіп шығарамыз дескен ата-анасы. Құдаларының бақуатты екенін естіген Дарынның анасы көрпесіне қарап көсілудің орнына қарыздан қарыз, кредиттен кредит қоймай тыраштанып жүгіре жүр. Барлық жөн жоралғыны қымбаттан алып шамасына қарамады. Мұны көрген үлкен келіні қызғанып та, қызығып та қарады. Кезінде өзіне мұндай дүниелердің біреуі де бармаған еді ғой. Ренішін жасырып та қала алмады. Сөз реті келгенде айтып қалып жүрді. Арада апта өтер өтпес Дарынның ата-анасы қызды ұзатып алып келді. Баста Торғынға Дарын ұзатып алуға шамам жоқ, алып қашайын, өзімде ақша жинап дайындалмадым. Дардай басымен қарт ата-анама салмақ салам ба деп, іштегі жан күйін айтқан түсінер деп.
Қайдағы соны ұғар жан табылса, қарсылық танытып. Әке шешемнің жалғызымын, дүркіретіп ұзатамын деп отыр ғой. Әкем деп тулады біраз. Амал жоқ, сүйіктісінің көңілін жыға алмай келісті. Айналдырған бір байдың қызын аламыз деп тыраштанып, қарызданып, қауғаланып кеткен дарынның әке шешесі болашақ келіннің жай күйінен бейхабар еді. Алда өздерін не күтіп тұрғанын білмеді. Көптен күткен ұлы той. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап жатыр. Торғынның әкесі мен анасы тойды жоғары деңгейде жасап, қызының артынан бар дүниесін де көл-көсір етіп алыпты. Тәтті шайда үлкен той кейінірек болады деген құда-құдағиына Торғынның әкесі Ханзат пен анасы Бибі қолдарындағы бір бума қалың конвертті ұстатты. Бізді дұрыс түсініңіздер. Қызымның таңдауы сіздердің ұлдарыңыз болған екен. Ұзату құдалық күнінен белгіледік. Енді бұйырса үлкен тойға мына қаражатты жұмсаңыздар. Ендігі жерде бір адамбыз ғой біздер. Беташар өткен соң-ақ артынан үйлену тойын жасасаңыздар. Міне мынау құдаңызға бриллиант сағат, маған комплект. Өздеріңіз осыны бізге тойда тағарсыздар. Сіздерге жеңіл болсын деп отырмыз. Оның үстіне аралас-құралас жандар, беделді әріптестер, дос бар, дұшпан бар дегендей деп, көңілдеріне тиер тимесін ойламай, басы бар, аяғы жоқ тарс еткізе салды. Дарынның әкесі қайрат намыстанып, алғашында ашу ызадан жарылардай болды. Әйелден қулық артылған ба? Анасы Жанар құлақ миын жеп не керек, көмек ақшаны алдыртады. Алтын көрсе періште жолдан таяды, керін киді. Бүгін дарын қотты келіншегін отанының табалдырығынан аттатқанына көңілі марқайып мәз болып отыр. Шымылдық құрылған бөлмеде жастар өздері қалды. Жеңгелер таңғы 3-терде ұйықтап, таңғы 5-терде тұрып, беташарға кірісіп кетті. Ауылға келін болды Торғын. Күз мезгілі еді бұл кезде. Енді ғана жапырақтар сарғыш түске боялып, әлі өңдерін бере қоймаған кез. Тума-туыс ағайын бәрі жиналып, ауылдың тойы белгілі емес пе? Күнмен таласып, ірі қара сойылып, жас келіндер ішек қарын тазалап, стажы барлар етке жауап беріп, пысықтары дастархан жайып жүр. Ашқа қуанып жүрген жандар бәрі. Бір қауым ел өздеріне келген көбелек келінен періште кейпіндегі шайтанның барын ешқандай хабарсыз, тіпті сезбеді. Бәрінен Жанар қуанып жүр. Түспей жатып, байытып жатқан келінді ұнатып қалды. Не де болса осы келіннен айрылмайық деп жүр. Тұңғыш келіні Раяға дүрсе сөйлеп, мұны жаңа түскен келіннің дүниесін айтып, мұқатып, кекетіп жүр. Былайынша Жанар апай тым жаман адам емес болатын, бірақ осы Торғынды келін етуге шапқылап жүргеннен бері мінез құлқы өзгеріп, танауы көкке көтеріліп қалыпты. Өзгенің мал боп бітпесін содан білмеді ма екен. Абысындарды тату ертудің орнына бәсекелестік тудырып, бақталастыққа айналдырып жатқаннан өзі де байқамады. Ибалы да инабатты көреген текті жердің қызын алғашқы қызығы Рая келіні қатты ренжітіп тастады. Сонда да Рая жұмған аузын ашпай жүр. Раяның бұл жек көргені бергі жағы болып қаларын өзі аңғармады. Қош, түскі уақытта екі жеңге қолтықтап келінді орамалын жауып, көпшілікке алып шықты. Жиналған жұрттың қарасы көп. Беташар жақсы өтті. Міне енесі Жанар келіннің бетін ашып, маңдайынан сүйіп, орамалын көтеріп қойды. Осы үйдің тұтқасы өзің дегендей оқтауды қолына ұстатты. Елдің бәрі риза болып қуанып жатқанда, тек Дарынның ағасы реңі қурап, өңі қашып, мазасы кете бастады. Жер дөңгелек деген осы екен. Тау мен тау кездеспесе де, адам мен адам кездеседі.
Ол тап рас. Жаңа түскен келіннің өзінің баяғы тастап кеткен ойнасы болып шыққанын көрген Асылханнан маза қашты. Ең әуелі інісі Дарынды аяды. Торғын менен басқа қанша еркекті суарғанын бір Құдай білсін. Бірақ соны мынау аңқау бала қалай аңғармай қалды екен, деп іштей өзін өзегі өртеніп інісін қатты аяды. Мына қыз менен кек алу үшін әдейі інімді пайдаланып отырма екен. Әлде менің бауырым екенін білмеді ме? Мүмкін екеуі расымен де бір-бірін сүйетін болар. Асылханның басында шешімі жоқ сан сұрақ. Торғын әлі өзінің бұрынғы жігітін көрмеді. Өткеннің былығынан болашағы қабардар болмас дегендей алаңсыз жүр. Білмеймін қалай осындай ойсыз болуға болады. Әкесінің дүниесіне сенген қыз ғой бұл. Қайын жұртында керек болса ақшаға сатып алар. Енесінің түрі болса мынау. Беташар өтіп барлық қонақтар көп ұзамай үйлеріне тарасты. Асылхан Беташар біте салысымен Торғынның көзіне түспейін дегендей үйіне безіп кеткен. Түннің бір уақытында келіп бөлмесіне кіріп кетті. Келсе жары Рая шаршаған болар, сілесі қатып ұйықтап жатыр. Тіпті күйеуінің келгенінен бейхабар. Ащы суға сілейіп тойып келген Асылхан өзін батыр сезініп келді. Жастыққа басын қоя бере келіні болған Торғынмен өткен тәтті түндерді есіне алып, сағынып алды. Төсекке тояттандырып, мұның есін шығарушы еді-ау. Өзінше Рая мен Торғынды салыстырып күліп жатыр, намысын ұмытып. Әй Торғын, түнгі көбелек, бір түн келсе сенімен өткен. Міңгірлеп, тілі күрмеліп, бір нәрселерді мыжып жатып, ұйықтап қалды. Таң атып та кеткен еді. Үйдегілердің күбірінен Асылхан оянып кетті. Сағатқа қараса түс болуға шақ қалыпты. Түскі асқа шақырып Рая бөлмеге келіп кетті. Шұлғуға беті күйіп, қипақтап біраз жатты. Қой мынау жатысымнан үйдегілерге күдік қалдырармын деп. Міне қайнағаң да келді деп Торғынның енесі Жанар сөйледі. Торғын шай құйып отқан жерінен тұрып басын төмен салып сәлем салды. Көп жаса, таныстаус. Қайдан естідім екен деп басын ала бергені сол қайнағасы болған Асылханды көріп шошып кетті. Ақтер көктер болып қалтырап шайды зорға құйды. Ешкім сезік алмасын деп өзін зорға ұстап отырды. Асылхан болса қайнаға болып, байыпты қалпын сақтап, сыр білдірмеуге тырысты. Қайрат пен Жанар жұмыстарына кетті. Рая болса енесінің жұмысымен дүкенге азық түлікке кетті. Дарын таңғы асын ішіп жұмысына шықты. Асылханның екі кішкентайы бақшаға, үлкен ұлы мектепке кетті. Үйде тек екі таныс қана қалды. Торғын өз жұмысын жасап жүре берді. Ас үйден шықпай жүр. Жатын бөлмеде жатқан Асылханды шайтан азғырып жатқан еді. Несін аяймын бұл тесік моншақтың, бауырымды қалай алдап алды екен бұл, деген ойда жатып, орнынан атып тұрып ас үйге кірді. Теріс қарап ыдыс жуып тұрған келіннің артынан барып белінен құшақтап мойнынан сүйіп алды. Торғын шошып кетті. Қырсыққанда Торғын жақсы көрген жігіт осы Асылхан қайнағасы еді. Сіз не істеп тұрсыз деп ыршып Асылханның құшағынан шығып кетті. Періште болма көбелек келіншірақ. Менің жоғалтар түгім жоқ, еркекпін. Маған жарасар. Әйелім қайда барар, кешірер. Екі ортада өзің оңбай қаласың. Көбелек келін, өткеніңді айтсын. Демесең, менімен бір түн өткересің, деді де жылдам қадамдап жатын бөлмесіне барып жата қалды. Рая да дүкеннен келе қалды артынша. Ол байғұс бұл жердегі әңгімеден бейхабар еді. Осылай күндер жылжи берді. Торғынның әке-шешесі күйеу баласы мен қызына деп тойда 3 бөлмелі пәтер мен қымбат көлік табыс етті. Бұған Жанар масайрап жүр әрине. Бір күні Қайрат пен Жанар ата енесі
Басқа қалаға туыстарының шылығына кетті. Дарын таңертең жұмысқа шықты. Асылхан жары Раяны бала-шағасымен Төркінге жіберді. Рая өзі бірер күн бұрын алдын Төркінге барамын деп жүрген. Таңертең әйел бала-шағасын алып Төркініне таксиге салып жіберді. Өзі жұмысқа кетемін деген, бірақ үйге құстай ұшты. Бір сәттік ләззат бойын кернеп, ақылынан адастырып барады. Үйге кірер есіктерді бекітіп кірді ішінен. Бұл уақытта Торғын душқа түскелі жүрген. Душта жуынып жатқан Торғынның қасына жетіп келіп, бекітілмеген есіктен кіріп Торғынды құшақтай қалды. Тістеп бір саусағымен Торғынның аузын басты. Көбелегім, есімнен тандырдың-ау мені. Сыйлашы маған сол ләззатты деп, жалаңаш келіннің денесін аймалап сүйіп, бұрынғы күнәлары аздай бұл екі ойнас тағы да үлкен қателікке барды. Қайнаға мен келін бір төсекте бастарын тағы да тоғыстырды. Күндер сырғып өте берді. Торғынның жүкті екенін бәрі де естіді. Қалай тез болып кетті десе де, ешбір жан бетіне келіп айтпады. Өмір жалғасуын тоқтатпады. Уақытынан ерте босанып алды. Торғынның баяғы дарынды қаратамын деген дуалары енді басына бәле болып жабысты. Еңгезерде еркек не жынды, не сау емес бола қалды. Мәңгүрт болып қалды. Үлкендердің қаратпаған дәрігері қалмады. 2 жыл өтті. Дарынынан бәрі де үмітін үзді. Не де болса Торғынның ішінде бәрі. Бір ұлы бар. Бір адамның обалына қалғанынан енді ғана сезініп тәубесіне келіп жатыр. Лас өмірінен алып шыққан періштем менің, сені қинадым-ау деп дауыстап Дарынға айтып, кішкене бала сияқты болып қалған жолдасының асын беріп отырып көзінен мөлдіреп жас үзіліп түсті. Інісінің күйін көріп, қайғыға езіліп, өзін кінәлі сезінді Асылхан. Соңғы уақытқа ішімдікке сылқия тойып алатын әдет шығарды. Інісінің осы күйіне түскен басты себепкер деп өзін таныды. Араққа сылқия тойып көбелек келінің маскасын шешемін деп бекініп үйге қарай көлікті құйындата айдай жөнелді. Өзін басқарудан қалған Асылхан көлікті игере алмай жол апатына түсіп сол жерде жан тәсілім етті. Қайрат пен Жанар бір ұлынан айырылып қайғыдан қан жұтты. Екінші ұлынан тірідей айырылғанына да тағдырға налыды. Торғын бір емес екі адамның обалына қалып, өзін кінәлі сезініп, баяғы әдеттерін жасамауға тырысты. Торғынның анасы жарымжан күйеу баласын қызына таста, бар өміріңді қор етпей, балаңды алып кел деген. Оған тәубесіне келген Торғын көнбеді. Күйеуіне өмірінің соңына дейін қарап өтемін деді. Бір үйдің бір емес екі баласының өмірін құртқан Торғын намазға келді. Баяғы өзіне табыстаған 3 бөлмелі үйді абысыны Раяның атына аударып, бөлек отау етті. Өз-өзіне күйеуіне қарап отыр. Жастайынан жалғыз өсіп қатыгез болды Торғын. Ата-анасының мейірімін ала алмай, соны көшеден іздеді.